Assalomu alaykum. Qalın yo'lim qazam, qaldaringizga amansizlarmi? Алдыңғы videolarda ana отырған үйдің салыну барысын көрсеткен болатынмын. Бүгін келсем осы үйдің артында тағы бір құрылыс түсіп жатыр екен. Бұл салынып жатқан үйдің размерде кішіге емес, шамамен бір 15 жарымда 16 жарым екен. Бұл үйді де салып жатқан өзбек азаматтар. Жұмыс бастағалы бір 4-5 күннің шамасы болыпты. Нөлін құйып қойыпты. Кеңдігі 70 см екен. Тереңдігі 50 см. 12 жерде колонна бар. Жігіттері бір күннің ішінде міне апалықсын құрып қойып тастаған екен. Енді бүгін Алла қаласа мына жақты құяды екен. Фундаметтің биіктігі 1,10 екен. Ал енді кеңдігі 40 см. Палатка құрып ап, ішінде жігіттер жатып жұмыс істеп жатыр екен. Артқы көрінісі фундаметтің өте тегіс әдемі құйылған. Фундаметтің бәрін құйып бітіпті міне. Анандай қара смола жақпайды екен. Ішкі жағын осындай пеноплекспен жапсырып шығыпты. Айналдырып отырып. Газоблокты да түсіріп қойып, 30-дық айналасын газоблокпен қалайды екен. Ертең Алла қаласа мына ішін толтырса, топырақпен сонан кейін барып кірпіш қалауды бастайды екен. Міне фундаметтің ішін толтырып, кірпіштер үстіне қойып, қалауды бастап кетіпті. Деп бірінші кірпіш қойылды. Кірпіш қалаудан бұрын міне қара қағаз төсеп алыпты. Кірпіштер автоклавный екен, айтпақ. Сапасы жақсы екен. Шығарып қойыпты. Бір күнде 2 қатар қалап тастапты кеше жігіттер. Мына үйді сыртын бірден облицовый кірпішпен қаптап жатыр екен. Өте әдемі шығып жатыр. Бетінен осы жерде кесіп дайындай береді екен. Облицовый кірпіштер қымбат болады. Біреу 350 теңге ау деймін шамасы. Бұл кісілер енді квадрат бойынша қалайды екен. Квадрат 10 мың теңге ма сондай. Міне жігіттер таңертең ерте тұрып жұмысын істеп жатыр. 4 бұрышын өстіп қоңыр кірпішін қалап алады екен, жалғастырып қалай береді екен. Главный бұрыштарын шығарып алу керек екен.
Bir жігіт артын тазалап жүреді екен. Мына үйде жалғас қалап жатыр мына жігіттер. Осында ішіне темір сеткалар қойып жатыр екен. Бөлмелердің ортасы қызыл кірпішпен болады екен. Араға бір-екі айды салып келсем, мына жігіттер үйдің төбесін көтеріп тастапты. Қазір міне черепицасын жауып жатыр екен. Сыртын облицовый кірпішпен қаптаған, төбесін міне черепицамен жауып жатыр екен. Ішіне кіріп үйдің проектісімен бір танысып шығайық. Мына жақтан кірген кезде бір үлкен есігі бар екен. Жанында мынандай бір кішкентай есік бар екен. Бұл кішкентай есік топка сияқты, көрдіңіздер ме? Топка. Кіреберіс. Топкаға ортасында есік бар екен. Шлангілерін қойып кеткен екен. Ары қарай кіреміз. Мына штукатуркаларын өте жақсылаған екен. Сол жағымызда бас бөлмесі ғой деймін бұл. Пеноплекстерді түсіріп қойыпты. Бұйырса мына стяжканың астынан кететін сияқты. Мына жақта қол жуатын душ, туалет бәрі осы жердегі сияқты. Міне, былай қарай кіргенде қол бар екен осындай. Қолының ені сәл тарлау ма, қалай өзі. Соның кейін мына жақта зал екен енді. Зал кең екен міне. Ұзындығы бір барау деймін бір 7-8 метр. Үлкен бір терезе қойған екен бұған. Ені шамамен бір 4,5 метр шығады екен. Соны былай қарай кірген кезде тағы бір үлкен бөлме бар екен, үлкен. Бірақ үлкен болғанмен бірақ терезе қойыпты бұл кісілер. Шлангілерін қойып, скрити болып шығады екен, көріңіздер ме? Мына жақта тағы бөлме бар екен. Мына жақта тағы бір қол жуатын туалет анауында бар екен. Мына жақта тағы бір бөлме бар екен. Жатын бөлмелер. Мынау детский ғой деймін бұл. Үй болады енді қатты үлкен емес. Ақшам салынған үй. Төбелеріне электр сымдарын да қойып кеткен екен. Әдемі ағаштар таңдап алған екен. Үйдің жалпы проектісі осы. 2-3 күнде стяжка құяды. Көріңіздер, осындай қалың черепицаны салып жатыр екен сапалы. Төбесі әдемі болатын болып тұр. Мысақым 9 миллион теңге дейді. Оның ішіне не кіреді дегенде фундаментін құяды, мына стенасын тұрғызады, сыртына облицовкасын қаптайды, төбесін жабады, штукатуркасын, черепицасын қағады, ішіне штукатурка, стяжка қойып береді. Соның бәрі. Мынау 15,5-16,5 ба, сондай размер үйдің.